Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Оразгүл красный бархат тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп, оның үстінен 1 пиала құмшекерімізді қосамыз. Құмшекерімізді қосып болған соң ары қарай миксерлейміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жұмыртқамыз осылай бізде әдемі болып көпіріп шығады. Кейінгі кезекте 1 пиала айранымызға 2 чайный ложка қызыл бояуымызды қосып, жақсылап оны қызыл бояуымызды шығарып аламыз. Айранның үстіне бояуды араластыру міндетті емес, бірақ мен осылай жасаймын. Не көріп тұрғандарыңыздай осылай шықты. Ендігі кезекте екеуін бірге араластырамыз. Асықпай құйып аламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін жақсылап миксерлейміз. Осылай миксерлеп болғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай түсіміз өте керемет шықты. Ендігі кезекте 1 пиала сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін біз еленген ұнымызды салып аламыз. Ұнымызды салып болғаннан соң біз 1 чайный ложка какао және де 2 чайный ложка разъехте саламыз. Ванилин қостым. Ванилин қоссаңыздар да болады, немесе қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Солай барлығын салып болғаннан кейін қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде ұнның іртіктері қалып қалмау керек. Осылай араластырып аламыз, және де еленген ұнымыздан кішкене салып, қасықтың көмегімен іртіктерін жазып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қатты сұйық емес, қою емес, орташа теста шықты. Кейінгі кезекте пергамент қағазымыздың өлшемін алатын боламыз. Мен осындай үлкен тарелкамен сызып аламын пергамент қағазға. Бұл сызған өлшемі менде 27 сантиметр. Сіздер 24-22 жасасаңыздар да болады. Осылай ендігі кезекте осылай 3 қасық болмаса 4 қасықтан салып, дөңгелек етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Пешімізді 180 градусқа қоямыз. Мен 5 минутта пісіріп аламын, өйткені пеш жақсы қызиды. Қарап тұруларыңыз керек. Келесі кезекте кремімізді дайындаймыз. Мен осындай виппак кремін қолданамын. Құрғақ ыдысымызды дайындап, оған 2 пиала виппагымызды құйып аламыз. Және де кішкене миксерлеп жібереміз. Бізде виппак холодильникте болу керек. Егерде жолдан алып келсеңіздер, одан крем шықпайды. Холодильникке мұздатып алу керек. Келесі кезекте бізде сахарный пудра. 2 пиала қолданатын болсаңыздар, 200 грамм сахарный пудра кетеді. Осылай 4 қасықты 200 грамм етіп есептеп, миксермен жақсылап тоқтатпай араластырамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай қою крем, әдемі крем шығады. Осылай ыдысымызды төңкерген кезде крем жерге төгілмеу керек. Сонда біздің креміміз дайын деген сөз. Келесі кезекте корждарымызды осылай, менде осындай қалыптың ыдысы бар. Осыған салып, болмаса бұндай қажет етпейді. Өздеріңізде жоқ болса, бұлайша жаға берулеріңізге болады. Осылай барлығын рет-ретімен жағып алдым. Корждың шетін қырқып алсаңыздар да, реттеп туырлап алсаңыздар да болады. Дөңгелек пішін шықпаса, одан артылғанын әсемдеуге алып қаламыз. Бізде мен осылай әсемдедім. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет красный бархат торты шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар.